Йоу, барлықтарына сәлем достар, сіздермен бірге Wizard KZ. Бүгін біздер дейтін оқушының өмірін сүретін боламыз. Әрине, болмыжын оқиғасын осымен бітіретін сияқтымын, я басқа дым план қалмады, сондықтан оқушының өмірін тамашалап көріңіздер. Ал ендеше кеттік. Достар, әдеттегідей видео басталмай тұрып, сендерге топ подписчиктер тақтасын ұсынатын боламын. Бұл жерде сендердің аттарын тұрсын, мен каналыма тіркелесіздер де комментке мен тіркелдім деп жазасыздар. Әрине, мен коммент оқимын, смело жазыңыздар, аттарыңызды қалдырып кетіңіздер, и сосын өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Смело оқимын, ответтерімді беремін. Ал менің бір подписчигім жазған екен, комментке емес, енді өзі айтқан екен. Оның есімі Джонни деген подписчик мен каналыма тіркелді. Мінекей Джонни деп жазым. Все, болды. Ал басқа ешкім жоқ. Сендер де өсіп каналға тіркелдер. Ал ендеше оқушының өмірін смело көре беріңдер. Ё-моё. Қайырлы таң, мә деревня. Деревня деген әлі адамдар өмір сүріп жатыр. Енді шетелдер бүгін деген қалаға бару керек. Себебі бұл жерде мектеп жоқ, мектепке барып оқу керек еді. Ё-моё, мынау менің компьютерім жоқ. Жарайды, менде көптеген ақша бар. Мынау менің өзімнің әрине үйім. Дәк. Вот, міне. Достар, сіздер көрмеген болсаңыздар, міне үйімді қарап алыңыздар, алдындағы өзімнің екі этаж үйім деген. Ох, ё-моё. Мә, таза ауа деген кайф отыр ғой. Дәл қазір маған қалаға аттану керек, конче. Үйімді барып шетелдерге табыстап кетейін. Дәк, шетелдер қайда? Вот, мына шетелден сұрай салайын. Житель, тоқташы, житель. Житель. Естіп тұрсың ба, житель? Визард, не болды, естіп тұр қойы, айтай бер. Енді не ғой, короче, мен қалаға кетіп баратыр едім, оқуымашы, соған мен үйімді саған тапса кетейін едім, қарап тұрасың ба? Әрине, қарап тұрам ғой, смело ғой. Онда ше мен кеттім, сау болыңдар. Сау бол, біз сені асыға күтеміз. Дәк, жарайды, бұл да кетті. Мен де қой құрсын қалаға аттанайын. Бля, таксиге ақша көп жетпейді, осы маған үй алам соған. Короче, автобуспен барам ғой. Осы жерден автобус келеді дейді, ал ендеше күтейік. Дәк, автобус мені осы жерге дейін, осы қалаға келіп садым, мына жақта бірақ қалады жол мына жерден біткен. Әйтеуір, как всегда, жаңадан салынған қалаға келетін болдым ғой. Ё-моё. Дәк. Мә, мынау қала дейтін дерке сияқты ғой. Мынау не пәле? Ё-моё, мынау немене тағы? Андай лазер екен ғой. Мынау не дейді? 3D кино дейді. Ё-моё, бір күн осыны барып көру керек еді. Дәк. База жоқ екен, мына қала бар ғой. Мынау полицейский участок емес па, кезінде осындай болатын. Мен басқа неде? Саламатсыз ба? Неме? Бүткіл жерде жителдер. Магазин екен ғой, сатушы житель деймін. Так, анау больница. Мә, аяқта база жоқ үйлер бар екен, Давай мен анау сары құмнан жасалған ғой деймін, прикинь. Ұқсайды екен құмнан жасалғанға, жақтан көрейікші. Сол құмнан жасалған сатып алсам, если сондай болса. Бать, на үйді қарандар, мать, мынау дерске екен ғой. База жоқ. Мә, мынау коттедждар ашақ этаж екен. Мынау 5 этаж екен. Жарайды, 5 этажға барып көрейік. Қайсымен кіреді екінші этаж? Ой, үсіге. Мынау мен екен ғой. Ойбай. Так. Ойбай, ё-моё. Так, жақсы. 5 этажға қаратпай шығайын. Да, өзіме 5 этаждан сатып алмайын ба? Так. Өзіме қай комнатаны алсам? Так, мынау қалай? Мынаны көрейікші. Так, адамы жоқ қой мына жақта. База жоқ ұстап қойған екен. Мына жақта теледидар PlayStation.
Давай осы жерді өзіме сатып алайын. Қазір аға келсе келетін шығар деп ойлаймын. Кішкене күте тұрайық. Короче, ағамен сөйлесіп алдым. 100 мыңға беріп тұр екен. Жақсы болды. Бүгіндікке қалаға келдік. Базар жоқ, кайф болып қалдым қалаға. Ё-моё, қала көрмегелі қай заман. Ауылда өсіп келесің ғой, ертең. Бүгін мен мектепке барып сөйлесіп қайтайын, я десе уже ертең бара беремін ғой мектепке. Ох, ё-моё, таң атты ма? Кеше барып мектеппен сөйлесіп келіп едім. Я ертең уже бастап келе бер деді. Жақсы болды ғой бір мектепке бармасам. Ё-моё. Шкафтың ішінен өзім кітаптарымды алып алдым. Кеше мектептен берген. Ендеше кеттік, ал мектепке баратын жолмен танысайық. Есікті құлыптай салайын. Болды, ешкім кірмейді деп ойлаймын. Ойбай. Кімдікі? Дарылдататын, ё-моё. Қоңырау шағы. Алынша сырттай түсейік та, сыртқа шығайық. Қайна дала қалай болып тұр. Бүгінгі күн нормально. Базар жоқ, қалай екен. Міне достар, енді мектеп. Наяқта тағы үйлер бар екен. Короче, ойдан салынатқан қала ғой, бір сөзбен айтқанда. Ох, базар жоқ екен. Кригал. Сіздерге де көрсетейін. Екінші рет кіріп тұрмын, сонда да таңғалып жатырмын. Менің классым 80-ші кабинеттен ма, сондай екінші этажда. Осындай дәу мектеп екен, ё-моё. Екінші этажын өзім бірінші рет көріп тұрмын. Кеше бірінші этаждан ғана қарасам, директормен сөйлестім. 80-ші кабинет, вот осы ғой деймін. Кәні сөйлес керек. Тук. Саламатсыз ба ағай, кешіріңіз кірсе ол ма? Йо, кіре бер. Осы жерге отыра салайын. Ағай, қалған балалар қайда? Қалған балалар ауырып қалған екен. Сондықтан қалғандары кегі жоқ. Осы сендер 5 баласындар ма? Жақсы, ал кім сабақ айтады, айта беріңдер. Жарайды. Ағайны қай сабақ еді? Мен білмеймін, әйтеуір барлық кітаптарын алып келдім, 7 сабақ болатын білем. Қазір математика. Жақсы, математика болсын, математика. Өзіміз әйтеуір 10-шы класс екенбіз. Ағай, короче, не ғой? Бүгін есептер шығарамыз, е? Я. Тақтаға дияс шығады. Дияс шығады деймін, шықса шыға берсін. Ё-моё. Короче, ағай, міне бүткіл тақтадағы нелерді жаздым, міне қараңыз. Мінекей. Я, жақсы, молодец. Все, ағай, қоңырау соқты, мен кеттім. Немен өледі, қазан ба, не бәле? Оқушылар, сендер отыра берсіңдер ма? Біз отыра береміз ғой, телефон ойнаймыз. Жарайды, өздерің біліңдер, ойнайын десеңдер, ойнай беріңдер. Осылайын қай сабақ? Қазақ тілі. Бәрі қай сабақ болса да әйтеуір қазақ тілі ма, ё-моё. 80-ші кабинет ұмытпаймыз. Жарайды, кете берейік ары қарай. Бүгіндікке деген, ё-моё. 45 минут бойы отырасың ғой. Буфет бар ма екен? Саламатсыздар ма? Неғо, короче, тамақ бар ма? Бүгіндікке тамақ жоқ, кете бер. Ойбай, жейма, қалай сөйлейді? Чеқыл етіп. Еркек болса да қатын сияқты сөйлей ма? Жайды қош, классқа кірейік. Қоңырау соқты ғой. Қазір қазақ тілі басталады. Қой кірейік. Ағай келіпті ғой. Мен осы жерге отыра салайын. Ё-моё, мен ұйықта қаппын ғой. Ема, соңғы сабақта шыдай алмай.
Сағат деген 2 болыпты ғой. Жарайды, ағай, сау болыңыз. Мен үйге қайта берейін. Давай, оқушылар, сау болыңдар. Сау. Так. Ё-моё, 7 сағат бойы отырам деп. Соңғы сағатта ұйықтап қалған қалай кетті? Базы жоқ ұйықтап қалғансың ғой, мать. Бір өзіме дос тауып алу керек еді. Жарайды, бүгіндікке өзім жалғызбын ғой. Класстастағылармен досаспай қояйын, өздері жүре берсін. Бүгіндікке барып ұйықтайын құрысын. Ертең азанмен тұрып тағы да сабаққа бару керек. Ё-моё. Бүгін бірінші күн ғой. Дүйсенбі. Ертең вторник. Ёптыгдік. Сабақ деген уже надоел. Қалаға сықып келесің да сабақта надоел шашет. Бірақ болады, нормально оқуға болады. Спокойно үйрете береді. Өзің үйрене алсам болды ғой. Мұның ішіне ақшаларымды салып қойып едім. Тұр екен ғой. Өзіме 200 мың қалды. 200 мың емес, 200 мың көп қой. Шкафқа салсайшы кітаптарды. Все, қош болды, мен ұйықтаймын, мать. Ертең сабаққа бару керек. Ал достар, сіздермен болған мен Визард KZ, оқушының нөмірі. Аман сау болыңыздар.